Зерттеу жұмысының тақырыбы қандай денелер өз бойынан заряд өткізеді. Зерттеу жұмысына қажетті заттар: металл сым, тарақ, қыстырғыштар, шар, жарты литрлік банка, қайшы, жұқалтыр, ортасы тесілген банканың қақпағы. Оқушылар, енді жұмыс барысына көшейік. Алдымен жұқалтырдан шар жасап аламыз. Дайын болған шарды металл сымымен қосайық. Осы металл сымды банканың қақпағынан өткіземіз. Екінші ұшын иеміз және осыған жұқалтыр тілшесін ілеміз. Жарты литрлік банкаға саламыз. Үстел үстіндегі әртүрлі заттарды электроскоп үстіне жұқалтырға тигізіп өткізейік. Бірінші тарақты тигізіп көрейік. Не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, тікше қозғалмайды. Ал енді шарды үрлеп, шашына үйкеп көр. Не болатынын байқап көрейік. Тілше қозғалады, шарда заряд бар.